Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Балалар, қаланың көрікті жерлерін тамашалайық. Қандай керемет қамал! Мен мұнараларды көргім келеді. Ал мен кітапханаға барғанды жақсы көремін. Мен ол жерде ұзақ уақыт отыра аламын. Патша сарайы, мәссаған! Не деген улы? Ал мен хайуанаттар бағына барамын. Туыстарыңды көру үшін бе? Көп жылдар бұрын Құдай бұл қалаға қарады. Бірақ ол қаланың сыртқы жарқырауына мүлдем таң қалмады. Ол осы жарқыраудың астында не жасырылғанын көрді. Өшпенділік пен қастандық, сатқындық пен кісі өлтіру. Бұл қалада адамдар Құдайсыз өмір сүрді. Олар Құдайдың заңдарын үнемі бұзып отырды. Олар өздерінің жаратушысын ұмытты. Бұдан асқан жаман жағдайды елестету мүмкін емес. Ал Құдай сенің өміріңе қараған кезде не көреді? Ол киелі болғандықтан күнәні жазалайды. Бірақ сонымен қатар ол адамдарды жақсы көріп, оларды құтқарғысы келеді. Сондықтан ол қала тұрғындарына ескерту бергісі келді. Жүніс, ұлы қала Ниневеге бар. Оларға уағыз айт. Мен оларды барлық күнәлары үшін жазалайтынымды айт. Өйткені бұл халық мені ұмытты. Жүніс барды, бірақ Ниневеге емес. Ниневияға ма? Ешқашан. Халқымның жауларына барайын ба? Мен бұлай істейтін ақымақ емеспін. Олар өле берсін. Олар соған лайықты. О, кеме жайда бір кеме бар екен. Мен оларға жақсылап төлеймін. Ал олар мені осы жерден алысқа алып кетеді. Құдайдан қашу қымбатқа түседі. Жүніс кеменің жүк қоймасына көтеріліп, бөшкелер мен жәшіктердің арасында ұйықтап қалды. Ол қатты шаршаған болатын. Адам Құдайдан қаша ала ма? Ол қайда жүгірсе де, Құдай оны барлық жерде көреді. Құдай Жүністі көрді. Сол кезде теңізде қорқынышты дауыл көтерілді. Кеме жүргізушілері өз құдайларына жалбарына бастады. Олар өздерін құтқара алатын тірі Құдайды білмеді. Олар кемені жеңілдету үшін жүктерді суға лақтыра бастады. Капитан Жүністі оятты. Әй, сен тұр, Тәңіріңе дұға ет, бәлкім ол бізді құтқарар. Жүніс бірден орнынан тұрып кетті. Оған бәрі түсінікті болды. Сен кімсің осы? Қай жақтансың? Жалпы, не істейсің? Мен Жүніспін. Мен аспан мен жерді жаратқан Құдайға табынамын. Дауылдың көтерілгеніне мен кінәлімін. Мен Құдайды тыңдамадым. Енді біз не істейміз? Мені теңізге лақтырыңдар. Сонда дауыл басылып, Құдай сендерді құтқарады. Біраз ойланғаннан кейін олар Жүністі алып кемеден лақтырып жіберді. Жүністің оқиғасы осымен аяқталды ма? Жоқ. Оның шытырман оқиғасы енді ғана басталды. Жүністің хикаясын келесі шығарылымда жалғастырамыз. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.